Мен оқыған бір кітап, ол Қажымұқан болды. Бұл кітаптың ішінде өте керемет мәліметтер бар. Қажымұқан басында туылғанда Мұқан болып қойылған есімі. Және бұл кітапты жазған Қалмақан Әбдіқадыров. Ол Қажымұқан туралы көп деген мәліметтер жазды. Қажымұқан бұрынғы заманның адамы. Және ол неше түрлі күрестерге қатысқан. Және ол Нью-Йорк, Стамбул, Петербург дегендей қалаларға барған. Сол жерлерде неше түрлі күрес болған. Және де ол ең мықты палуанды жеңген. Бұл Қажымұқан өте алып күш иесі болды. Және де оның суреттері мына жерде бар. Бұл кітап өте қатты өте ұнады. Бұл кітап қазақ балалар әдебиетінің қазынасы деп аталады. Және бұл кітаптың сыртында суреті өте керемет. Бұл жердегі сурет қолмен салынған сурет секілді көрінеді. Және бұл жерде ар жақ бер жағында неше түрлі көріністер көрсетілген. Мысалға, бер жағында адамдар күресіп жатқаны көрсетілген. Ал маған бұл кітап өте қатты ұнады. Бұл кітап өте керемет. Бұл жерде Қажымұқанның бала кезінен айтсақ, бала кезінде ол өте мықты болады бала кезінен. Бірақ оның қасында арық бір дос болған. Ал Қажымұқан кішкентай кезінен ол мықты, ірі денелі болып өседі. Ол өсе келе бір байдың бұқасын бір өзінің ауылы жиналып шығара алмай жатқан кезде ол барып бұқаны шаршықтан көтеріп алып шығады. Және оған бай уәде еткендей бір қап алтын береді. Және бұл жерде өте тағы да басқа қызық мәліметтер бар.